Бүгінгі біздің тақырыбымыз компьютерлік желілер. Жалпы компьютерлік желі дегеніміз не? Компьютерлік желі бұл екі немесе одан да көп компьютерлер желілер мен құрылғылардың ақпарат файлдары, бағдарламаларды ресурстармен алмасу үшін біріктірілген жүйесі. Оны толықтыра кетсек, міне, мысалы бізде бұл интернет, яғни Wi-Fi. Интернет. Бізге Wi-Fi арқылы интернетке қосылады. Интернет арқылы Wi-Fi-ға қосылады. Бұл жерде принтер, біз информацияны шығаратын құрал, ол да қосылады. Компьютер, біз интернет, бізде компьютерде информация ала алмаймыз. Және ноутбук осы да қосылады. Осы арқылы ол компьютерлік желі жұмыс жасайды, бір-бірімен байланысу арқылы. Жалпы желінің мақсаты неде? Мәлімет алмасуды жеңілдету, ресурстарды ортақ пайдалану және қолданушылардың арасындағы байланысты қамтамасыз ету. Әр құрылғы желіге торап, яғни узел ретінде қосылады және олар бір-бірімен кабельдер, Wi-Fi немесе байланыс арналары арқылы әрекеттеседі. Мысалы, мектепте бірнеше компьютер бір принтерге немесе интернетке қосылу бұл компьютерлік желі деп аталады. Мысалы, бізде мысалы универде 10 компьютер болсын, бір кабинетте. Олардың барлығы бізде бір Wi-Fi-ға қосылады ғой. Осы бізде компьютерлік желі. Енді желінің негізгі элементтері. Жалпы компьютерлік желі бірнеше негізгі элементтерден тұрады. Оның ең алғашқысы құрылғы, яғни компьютерлер желіге қосылған барлық құрылғы. Ол біздің ең алғашқы бірінші негізгі элемент. Екінші байланыс арнасы, яғни ақпарат бір құрылғыдан екіншісіне осы арна арқылы беріледі. Мысалы, кабель, Wi-Fi, яғни біз интернетке қосылу арқылы біз ақпаратымызды жібере аламыз. Ол бізде екінші арна. Үшінші ол желілік құрылғылар, яғни маршрутизатор, коммутатор, модем сияқты деректерді бағыттайтын құралдар. Төртінші, бағдарлама қамтамасыз ету желінің жұмысын басқаратын жүйелер, мысалы операциялық жүйелер мен желілік прокаталдар. Бұл элементтер өзара байланысып, ақпарат алмасуды қамтамасыз етеді. Келесі бізде компьютердің негізгі болып табылатын ол бізде құрылғы, сервер және клиент ұғымдарына анықтама бере кетсек. Ең бірінші құрылғы, яғни торап деп айтылады кейбір жерлерде. Жалпы құрылғы ол желіге қосылған кез келген құрылғы, яғни оған компьютер болуы мүмкін, телефон болуы мүмкін, планшет, мейлі принтер, осы секілді құрылғылар, олар бізде осы компьютер желінің құрылғысы болып саналады. Әр құрылғыда IP мекен-жайы болады. Ол желіде оның жеке аты сияқты қызмет атқарады. Факт, бізде барлық құрылғылардың IP адресі бір-бірімен қайталанбайды. Әрқайсында әртүрлі IP адрес болады. Жалпы егер мысал ретінде, егер мектептің компьютер сыныбында 10 компьютер болса, онда олардың әрқайсысы бір құрылғы болып саналады. Мысалы, жиналған жерде адамдарда 20 телефон болса, немесе 20 планшет болса, оның әрқайсысы бір құрылғы, яғни торап. Жалпы клиент деген ол серверден қызмет немесе ақпарат алатын құрылғы. Клиент серверге сұраныс жібереді және жауап ретінде нәтиже алады. Клиенттерге кәдімгі компьютерлер, ноутбуктар, телефондар немесе қосымша браузер, почта бағдарламасы жатады. Мысал ретінде, сен браузер арқылы YouTube-ға кіресің. Сол браузер сервисіне сұраныс жібересің. Серверде оны клиентке қайтарады. Яғни біз мысалы YouTube-ға кірдік, өзімізге керек информацияны іздейміз. Сол кезде бізге жауап жіберіледі, яғни өзіміз іздеген информациям шықса, ол уже жауап қайтарылғандықтан біз клиент болып саналамыз. Сервер басқа құрылғылардан қызмет көрсететін қуатты компьютер. Сервер мәліметтерді сақтайды, өңдейді және клиенттердің сұраныстарын жауап береді. Сервер тәулік бойы үздіксіз жұмыс істеу үшін сенімді және тұрақты болуы қажет. Мысалы, біз істеп жатқан Сепик немесе Google қолданғанда сенің сұранысың серверге жібереді, ал сервер жауап ретінде ақпаратты қайта жібереді. Яғни біз клиент ретінде, біз емес енді компьютер солай клиент ретінде біз информация іздесек, сервер бізге жауап жібереді. Жергілікті желілерге анықтама бере кетсек, ең бірінші ол бізде LAN. Яғни шағын аумақта, мысалы мектеп,
кеңсе, үй немесе университет ішінде орналасқан құрылғыларды, яғни компьютер, принтер, смартфондар және тағы басқалары бір жүйеге біріктірілетін желі түрі. Мұндай желілердің басты ерекшелігі жоғары деректерді беру жылдамдығы әдетте 100 немесе 1000 секундына мегапиксель және тұрақты байланыс сапасы. LAN көбінесе интернет кабелі арқылы немесе Wi-Fi сымсыз байланыс арқылы құрылады. Мысалы, айтатын болсақ, біздің универ IU. Бізде IU студент деген Wi-Fi бар. Ол бізде уже LAN-ға жатады. Яғни мекеме, үй, кеңсе, университет ішінде орналасқан Wi-Fi. Енді түсінік болу үшін жергіліктің біздің басты артықшылығы ол ресурстарды ортақ пайдалану мүмкіндігі. Және оныға мысалы келтіре кетсек, бір принтер бірнеше компьютер қолданылуы, файлдармен жылдам алмасу, ортақ деректердің базасына қол жеткізу. Сондай-ақ LAN деректерді қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, яғни сыртқы рұқсатсыз қатынауды қорғауға мүмкіндік береді. Яғни бізде мысалы универде компьютердің мысалы біз интернет ештеңе өшіре алмаймыз, себебі бізде админнің паролін сұрайды. Сол секілді оның қауіпсіздігі қамтамасыз етуге, яғни сыртқы рұқсатсыз қатынауды қорғауға мүмкіндік береді. Мысалы, университеттің компьютерлік сыныбында барлық компьютерге бір маршрутизатор арқылы қосылып, бір желіге жұмыс істейді. Бұл оқытушы мен студенттердің файл алмасуын және интернетке қосылуын жеңілдетеді. Келесі бізде WAN ауқымдық желі. Жалпы WAN with our network. Бұл әртүрлі қалалар немесе елдерде орналасқан жергілікті желілердің өзара байланыстыратын кең ауқымды жүйесі. WAN арқылы адамдар мен ұйымдар қашықтықтағы ақпарат көздеріне қол жеткізе алады және деректерді мыңдаған шақырымдағы қашықтықта тез жеткізеді. Байланыс тәсілдері: телефон желілері, спутник байланыс, радио толқындары, талшықтар, оптикалық кабельдер. Жалпы WAN қазіргі интернетке негізін құрайды, яғни барлық жергілікті желілер осы жүйе арқылы біріктіріледі. Мысалы, банктердің филиалдарында, халықаралық компаниялардың бөлімшелерінде немесе елдер арасындағы үкіметтік байланыс жүйелерін біріктіретін желілер. Интернет ғаламдық желі. Жалпы интернет дегеніміз не? Бүкіл әлем бойынша миллиондаған компьютерлер мен құрылғылардың бір-бірімен байланыстыратын ғаламдық желі жүйесі. Бұл жүйе арқылы ғаламда адамдар ақпаратпен алмасады, бейнеқоңыраулар жасайды, онлайн сабақтарға қатысады және құжаттарды бұлтта сақтай алады. Интернеттің негізінде желілердің өзара байланыстыратын network of networks жатыр, яғни жергілікті және ауқымды желілердің барлығы бірігіп үлкен ортақ кеңістік жасайды. Мысалы, бізде онлайн курстарда Meetпен өтеміз, немесе Zoomмен өтеміз онлайн сабақ. Осы кезде бізді осы приложениялармен өтеміз ғой. Біреуіміз мүмкін басқа қалада, мүмкін біз біреуіміз Астана, біреу Алматы деген секілді әр қайсымыз әр өңірденбіз. Сол кезде барлығымыз осы желі арқылы бірігіп сабақ өте аламыз. Оның қосылуына интернет қауіпсіздігі өз мойнына алады, яғни. Интернеттің негізгі қызметтері ол веб-сайттарға кіру және ақпарат іздеу. Екінші, электрондық пошта арқылы хат алмасу. Бұл бізде екінші негіз болып саналады. Үшінші, әлеуметтік желілер мен мессенджерлермен қарым-қатынас жасау. Онлайн және сауда және банктің операцияларын жүргізу, қашықтан оқу және жұмыс істеу. Жалпы интернеттің бізде пайдасы өте көп қой. Зияны да бар, бірақ пайдасы да көп. Интернеттің негізгі қызметтер осы, яғни біз сайтқа кіреміз. Мысалы, сол арқылы біз өзімізге керекті ақпарат іздейміз. Бізде интернет болмаса, біз ештеңе іздей алмаймыз. Электронды пошта арқылы хат алмасу, яғни бізде почта, Gmail дейміз, осы арқылы біз электрондыға, даже WhatsApp сондайларға да жатады. Осы арқылы біз бір-бірімізбен алыста тұрған, мүмкін мейлі ана елде, мына ел арқылы да біз хат алмаса аламыз. Әлеуметтік желі мен мессенджер қарым-қатынас жасау. Онлайн сауда және осылардың барлығы бізге интернет болып саналады.
Құрылым интернет көптеген серверлерден, директорден, орталықтардан және маршрутизаторлардан тұрады. Әрбір құрылғы IP мекенжай арқылы интернетке қосылады. Оның негізгі маңызы ол интернет қазіргі заманның басты ақпараттық ресурсы. Ол адамдарды біріктіріп, әлемдік білім және жаңалықтарға қолжетімділік береді және санды қоғамдың дамуына жол ашады. Компьютерлік желінің маңызы. Жалпы компьютерлік желінің қазіргі өмірдің барлық саласына маңызды рөл атқарады. Ол адамдар мен ұйымдарға жедел байланысты орнату, ақпаратты тез жеткізу және ресурстарды тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. Біз интернетсіз шын өмірде ештеңе істей алмаймыз. Біздің даже білім алуымыз интернетпен, даже емделуіміздің өзі интернетпен байланысты. Сол себептен интернет желісінің маңызы өте жоғары компьютерлік желінде. Негізгі артықшылықтары ол ақпаратты жылдам және тәулік бойы қолжетімділік. Яғни бізде бір мезетте интернетіміз істемей қалуы мүмкін емес. Яғни тәулік бойы күн сайын бізде осы компьютерлік желі өз жұмысын жасай береді. Қашықтықтан оқыту немесе жұмыс істеуді қамтамасыз ету, оны жаңа толығырақ айттық. Ортақ ресурстарды пайдалану, яғни принтер, дерекқорлар, файлдар. Командалық жұмысты жеңілдету. Яғни бұрында енді бізде сабақ өтетін кезде жазу, тақтаға көп жазу арқылы соны оқимыз. Ал қазіргі таңда презентация, яғни экранға шығарамыз, уже ол оңайырақ. Шығынды азайтып, уақытты үнемдеу. Шынында да плакат жасап, бояп, оның барлығына қарағанда үлкен презентацияны экранға шығарған ол біздің шығынды да азайтады, уақытты да үнемдейді. Қолдану салалары: білім беру, онлайн сабақтар, виртуалды зертханалар, стипек сияқты платформалар. Бизнес, электрондық пошта, бұлттық жүйелер, деректерді алмасу. Медицинада ол қашықтықтан диагностиканы және мәліметтердің базасы. Яғни бізде өзіміз анализ тапсырамыз ғой, соның жауабын біз барып алсақ та болады, немесе интернеттен өзіміздің почтамызға келеді, сол арқылы жауабын ала салуға да болады. Мемлекеттік секторлар, яғни электрондық қызметтер мен деректерді басқару. Қорытындылай келе, компьютерлік желілер цифрлық дәуірдің басты тірегі. Оларсыз қазіргі қоғамның ақпарат алмасу, басқару жүйесі және білім беру үдерісінің толыққанды жүзеге аспайды. Желі адамзаттың ақпаратты өркениетке қадам басуына жол ашқан құрал. Жалпы компьютерлік желінің білім беру саласында қолдануын жалпы толықтыра кетсек, білім беру саласында қолданылуы ол бізде онлайн сабақтар мен вебинарлар өткізу. Яғни жаңа айта кеткен Meet, Zoom, сол секілді осылардың барлығы бізде онлайн сабақтар мен вебинарларға кіреді. Қашықтан оқыту бізде степик, курсер және Moodle. Яғни біз осы арқылы курс жасаймыз, мысалы үшін. Осы арқылы біз сабақ жасаймыз, оны ссылка жіберу арқылы қашықтан оқу жүзеге асырылады. Электронды кітаптар мен білім базаларына қол жеткізу. Яғни қазіргі таңда оқитын кітабыңыздың барлығын электронды алып оқи беруге болады. Оның негізгі артықшылықтары: студенттер мен оқытушылардың географиялық шектеусіз өзара байланыса алады. Енді біз артықшылықтар мен кемшіліктеріне көз жүгіртсек, ең алдымен ол бізде желінің артықшылықтары: ақпаратқа тез қол жеткіземіз. Бір уақытта бірнеше құрылғының байланысу мүмкіндігі бар. Ортақ ресурстарды пайдалану, яғни принтер, файл, интернет. Қашықтан оқыту жұмысын істеуге жағдай жасау. Ал кемшіліктері: қауіпсіздік тәуекелдер, яғни вирустар, фишинг, хакерлер, шабуылдар. Желіге тәуелдік: интернет болмаған жағдайда көптеген қызметтер тоқтайды. Ол шынында да құрылғы мен бағдарламаларды қорғауға қажеттілігі. Енді сабағымызды қорытындылай келе, компьютерлік желілер цифрлық дәуірінің басты тірегі. Оларсыз қазіргі қоғамның ақпарат алмасуы, басқару жүйесі және білім беру үдерісі толыққанды жүзеге аспайды. Желі адамзаттың ақпараттық өркениетке қадам басуына жол ашқан құрал. Сонымен қатар компьютерлік желілер адамдар мен ұйымдарды біріктіріп, әлемдік деңгейде байланыс орнатуға мүмкіндік береді.
Олар ақпаратты жылдам және сенімді жеткізуге, ресурстарды тиімді пайдалануға және жаңа технологияларды енгізуге жағдай жасайды. Болашақта желілердің рөлі одан әрі артып, цифрлық қоғамның дамуына негізін құрайтын болады. Бұл бізде компьютерлік жүйені түсіндірудің бұл бірінші бөлімі, балалар. Екінші бөлім және үшінші бөлім шығарылады. Сол жерде басқа да информациялар толықтырылады.